Ал сонымен экскурсиямызды жалғастырамыз. Экскурсия дейтіндей мен мәлімет жоқ бұл жерде. Мен әлі дайындалмай келдім. Шынымды айтсам, бүгін өзім бірінші рет келіп отырмын. Қазір алдымызда Ерлан Сыздықтың жанына жақындап отырсамын. Көріп отырсыздар ма, бөлмелер. Бұл қаланың қиранысы емес, бұл басталған, бірақ бітпей қалған дейді. Қараңыздар, кәдімгі бөлме. Үлкен қалашық. Тастарды қалай қойған. Көріп отырсыздар, бәрін кескен, кеспеген, бір құдайға мәлім. Бөлмелер. Әр бөлменің алдында міне кәдімгідей кіретін жерлер бар. Ау? Ерекеңден бұрын жазып кетіп болдыңыз ғой не? Ерекең енді мошып шығарады ғой. Бөлме кәдімгі холл демеш. Мынау холл болып есептелетін сияқты ғой соған қарағанда. Мынау холл сияқты ғой, мына жер қарасайшы, иә? Бөлме жан-жақ кеткен. Тастарды қалай кескен, мен соны еш түсінбей жатырмын. Тастарды қалай кескен деймін да? Или тас өзі сондай тастар ма екен? Өзі сондай таудың тастары ғой. Бұл енді қалаған жасашы жақсылап қалаған ғой. Қараңыздар. Ана алдын өскендерге барған кезде қарасаң, осындай ғой бүйтіп. Қалақ болған секілді таудың шеті ашық тұрады ғой. Осы секілді қалақ болған секілді. Анау жаңбыр жауған сайын майдалар ағады ғой. Енді құлайды екен жол. Думалап түскен тастар ғой. Мынау бір ұзын коридор болды. Не коридор екен бұл түсем бадым. Қазір машина ракурс дұрыс таңдайын. Оны да көрейік. Қазір бір минут жақындайын. Туристер келетін жер екен. Міне қараңыздар, ұзын коридорлар тұр. Тіпті түсініксіз, мен түсінбедім. Бұл үлкен кәдімгі бір строение деп айтсақ болады. Аумағы бір гектар шығып қалады екен даже. Арық шет жалғасып жатыр, көріп жатыр ағайындар.